Сәлеметсіздер ме бүгінгі біздің көрермендер және оқушылар. Бүгінгі біздің репортажымыздың тақырыбы сынып белсенділердің міндеті жөнінде болмақ. Ал біз бүгін оқу секторының қызметі қандай деген сұрақтарға жауап бере отырып, бұл жөнінде толық мағлұмат алатын боламыз. Ал біз қазір номер 14-ші Әбіл Нүсіпбаев атындағы орта мектебінің 8-ші А сынып білім алушысы әрі оқу секторы Дүйсенбек Айылымнан бұл жөнінде сұхбаттасатын боламыз. Сәлеметсіз бе Айылым, қалыңыз қалай? Сәлеметсіз бе, жақсы, өзіңіз? Бүгінгі сұхбатымыздың тақырыбы есіңізде болар? Иә, әрине. Ендеше жүріңіз сұхбаттасайық. Ал енді сұрақтарымызға көшсек. Жалпы оқу секторы жөнінде қандай мәлімет бересіз және оның қызметтері қандай? Оқу секторы оқушының міндеті. Оқу секторының міндеті әрбір оқушының құрал жабдықтары мен кітаптарының түгел болуын, сондай-ақ апталық сапаны шығарып отыруды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ оқу секторының міндеті оқушылардың дәптер кітаптарының таза. Ол секторлық міндетті қай сыныптан бастадыңыз? Мен бұл секторлық қызметті 5-ші сыныптан өзіме алдым. Және осы уақытқа дейін көп тәжірибе жинақтадым. Сен бұл секторлық қызметті таңдадыңыз? Маған кітап оқу ұнайды, ал оқу секторымен оқу секторде кітап оқу пән деп ойладым. Өзіңізге бұл міндет қиын ба, әлде маған бұл секторлық қызмет өте оңай, себебі мен 5-ші сыныптан бастап оқу секторы болып келе жатырмын. Ал бұл менің тәжірибеме рахмет сізге Айылым, бүгінгі біздің репортажымыз құрметті оқушылар, егер де сіздерді оқу секторының міндеті қызықтырса, біздің репортаждан көптеген ақпараттар ала аласыздар.